Сән әлемін өзгерткен әйел Коко Шанель. Париждің жоғарғы сән үлгісі шамамен 60 жыл бойы басқарған француз сән дизайнері, оның талғампаз күнделікті дизайндары 20 ғасырдың басындағы кең таралған күрделі ыңғайсыз киімдерде, соның ішінде юбкалар мен корсеттерден бас тартуға шабыттандырды. Габриэль Боннер Шанель 1883 жылы 19 тамызда Францияның шағын Сомор қаласында дүниеге келді. Анасы кір жуатын жерде жұмыс істейтін Эжени Жанне де Воль Шанель және көше сатушысы Альбер Шанель болды. Габриэльдің анасы Эжени Жанне де Воль 31 жасында бронхиттен қайтыс болды. Әкесі Габриэльді 12 жасында балалар үйіне тастап кетті. Францияның орталығындағы Обазиндегі монастырь басқаратын балалар үйіне жіберілді. Сол жерде ол тігін тігуді үйренді. Оның әңгімесіндегі көптеген айтылмай қалған және мистикалық элементтердің себебі мадемуазель өмір бойы өзінің бақытсыз балалық шағынан ұялған. Монастырьда тұрып жатқан кезде мектепте оқыды. Шанель 18 жасында Моуленске көшті. 1902 жылы ол өз бетінше жұмыс істеп, тігінші болды. Осы уақыт ішінде Шанель кафе әншісі болып та жұмыс істеді. Ол аса дарынды әнші болмаса да, харизмасымен танымал орындаушы болды. Оның Коко лақабатының шығу тегі белгісіз, бірақ кейбіреулері бұл оның орындаған бірнеше әннен сілтеме деп санайды. 1905 жылы жас және бай қалалық мырза Этон Балса оның өміріне кірді. Ал Коко Балсаның сарайында басталған осы жаңа өмірдің барлық артықшылықтарын пайдалана бастады. 1908 жылдың көктемінде ол Балсаның досы поло ойыншысы Артур Эдвард Бой Капельмен кездесті. Артур Кокоға бас киім бутигін ашуға кеңес берді және ол қаржылай қолдауға уәде берді. Кейінірек олар жеке және іскерлік серіктестерге айналды. Дегенмен Коко мансабын бастауға көмектескен Балсаға атал болып қалды. Ол сарайдан Париждегі үйіне көшіп келді. Онда ол жиі қожайындарын әкеліп бас киімдер шығара бастады. Коконың алғашқы клиенттері Балсаның қожайындары болды. Олар достарымен бұл талантты әйел туралы сөйлесті. Бизнес соншалықты табысты болды. Өмірім маған ұнамады, сондықтан мен өз өмірімді жасадым. Шанель белсенді қоғамдық өмірді ұнатты және әртүрлі бай ер адамдармен, атап айтқанда Артур Капельмен көңілдес болды. Онымен ол 1919 жылы көлік апатынан қайтыс болғанға дейін қарым-қатынаста болды. Ақырында 1910 жылы Коко Балсадан кетіп, Артурмен бірге тұра бастады. Оның қаржылық көмегімен ол 1910 жылы Париждегі Камбон көшесі 21 мекенжайында орналасқан Шанель Модес атты кішкентай тоқыма бұйымдар дүкенін ашты. 2 жылдан кейін ол Францияның Нормандия аумағындағы курорт қала Довельтте бутик ашты. Армандаған бас киімдер жасаған бұл әйел өзінің әйелдер киімінің коллекциясын дамытқысы келді. Киім дизайнер лицензиясы болмауына байланысты заңсыздық қауіпінен тап болған Коко шешім тапты. Ол киімдерін сол кезде тек ерлер іш киімдері үшін пайдаланылған GMC матасын жасады. Солайша сән тарихы өзінің революциялық кезеңімен кездесті. Кейінірек ол жерде джерси свитерлері сияқты қарапайым спорттық киімдерді сатты. Ол кезде джерси ерлердің іш киімдерінде жиі қолданылатын арзан мата болды. Шанель сұйық материалды практикалық бірақ талғампаз дизайнға айналдырды. Олардың көпшілігі ерлер киімінен шабыттанды. Коко киімдерін сызбаған немесе тікпеген. Оның орнына жұмыс кезінде ол манекеннің үстіне матаның бір бөлігін лақтырып, қалаған силуэт пайда болғанша кесіп, түйреуішпен байлап қоятын. Оның сән әлеміне және әйелдер гардеробына әкелген барлық дерлік мәңгілік киімдер осы кезеңнің жемісі. Әйелдік пен шектеулерді қойып, Коко ерлер киімінің тігілуі мен ыңғайлылығына назар аударып, өзінің аңызға айналған жағасыз күртеше мен дене бітімін көрсететін юбка дизайнын ұсынды. Дегенмен шынымен де революциялық дизайн әйелдер шалбары болды. 5 жыл ішінде оның кейде қыз бейнесі жасау үшін джерси жаңаша пайдалану корсет стиліне арылуға тырысқан ықпалы бай әйелдердің назарын аударды. Сән салтанат ыңғайлы болу керек, әйтпесе ол сән салтанат емес деген қағиданы адал. Шанельдің дизайндары қарапайымдылық және жайлылықты баса көрсетті және олар сән индустриясына төңкеріс жасады. Шанель сән үйінің стилін қарапайым, практикалық және талғампаз ұстаған Коко көйлекке өзіндік пропорциясын қосып, ол белбеу мен кестені шешіп, сызықтарды жұмсартып, дизайнға еркектік сезім берді. 1919 жылы сүйіктісі Артур жол апатынан қайтыс болғаннан кейін ол қара түспен азат тұтуды шешті және бұл түсті күнделікті өмірге әсем түрде енгізу арқылы кішкентай қара көйлек жасады. Коко ер адамдардың киімдерін қабылдап қана қоймай, ол шашын күту оңай болғандықтан қырқып тастайды және өзін әлемге қысқа шашпен мақтанышпен ұсынады. Сол уақытқа дейін әйелдер шашы ұзын болу керек еді, ал оның әрекеті барлық ережелерді бұзады. 1920 жылдың жазында Коко Биарристе тағы бір бутик ашты. Ол уақыттың ішінде ол ресейлік саяси эмигрант герцог Дмитрий Павловичпен кездесті. Дмитрий арқылы экзотикалық сүйіктісі Кокодан жаңа идеялар үйреніп, шабыт алып, өзі де кездестірген ресейлік парфюмермен ұзақ зерттеу және жұмыс процесін кірісті. Бірнеше айлық тәжірибелерден кейін Коко өзіне ұсынылған 10 үлгінің ішінен номер 5 парфюмерияны таңдады. Табиғи эссенциялардан гөрі синтетикалық агенттерден жасалған алғашқы парфюмерия ретінде танымал номер 5 парфюмерия әлемдегі ең көп сатылатын парфюмерия болып қала берді.
сән уақытша, стиль ғана мәңгілік. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол Парижде қалып, жұмысын жалғастырғанымен, екінші дүниежүзілік соғысы Кокоға жақсы қарамады. Ол ССС генерал-майор Вальтер Фридрих Шальбергпен көңілдес болды деген себеппен бірнеше сағат бойы қамаудан ұсталып, кейін босатылды. Осы оқиғадан кейін көп ұзамай ол Швецияға көшіп, ондан 10 жылға жуық уақыт өткізді. Соғыстан кейін Франция барлық жерде пайда болған дизайнерлерге толы болды. Олардың бірі жас сәнгер Кристиан Диор болды. Коко Шанельдің дизайнын сынап, ол қара свитермен, оң қатар інжу маржанмен сән әлемінен төңкеріс жасады деп айтқан Диор ол кезде әйелдерді гүлдей киіндіріп жүрген. Коко Шанель Парижге оралып, қаранышы әйелдермен ешқашан бірге болмаған, әйелдер танымайтын және әйел болуды армандайтын ер адамның киімін киген әйелдер қандай күлкілі көрінеді дегеннен кейін жаңа коллекциясын орындау үшін сүйікті қонақ үйі Ритстен 2 бөлме брондады. Коллекция сыншылар тарапынан жаңа ештеңе ұсынбағаны үшін қабылданбағанымен, монетаның екінші жағы Коко Шанель ретінде мәңгілік мұрасын көрсетеді. Олардың жаңа болмауының себебі олар мәңгілік, ерекше және ерекше болды. Коллекцияның сәтсіздігі үшін кек алу мақсатында Коко назарын Америкаға аударды. Әсіресе кішкентай қара көйлектің таңғаларлық әсерін ол сол жердегі әйелдер арасында пионер етті. Сол жылдары ол Пинк Шанель костюм жасады. Бұл костюм 1963 жылы президент Кеннеди өлтірілген кезде Жаклин Кеннеди киген костюм болды. Ең талғампаз-талғамдар мен үндестердің пионер Коко Шанель күртешенің түймелері болды. Олар бекіту керек деп есептеді және жұмыс істейтін әйелдер темекі қораптарын алып жүре алатындай қалталы юбкалар жасады. Ыңғайлылықты бағалап, әлемдік асылдылықпен бірге алып жүретін дизайнер жұмыс уақытында емес, демалыс күні Рис қонақ үйіндегі бөлмесінде тыныш ұйықтап жатып қайтыс болды. Мұра қалдырған кайзер Карл Лагерфельд 1971 жылы 10 қаңтарда Коко қайтыс болғаннан кейін сән үйі тыныштық күйіне түсті. 1983 жылы негізін қалаушылардың бірі Ален Вертхаймер Карл Лагерфельдке тыныштықты бұзу танымал брендке жаңа өмір сыйлау мүмкіндігін ұсынды. Ол өзінен кейін туған әйелдер буынын вид костюмдерімен киіндірді. Силуеттер бір маусымнан екінші маусымға күрт өзгергенімен, Лагерфельд Шанельді архетип ретінде пайдалана отырып коллекциялар жасап, үздіксіз шығару арқылы жарты ғасырға жуық уақыт бойы сәннің тартымдылық заңдарын жазған есімге айналды. Дайын киім коллекцияларынан басқа ол үнемі кутюр және дәстүрлі Matters d'Art сән көрсетілімдерін ұйымдастырады. Алғашқы рет 2002 жылы өткізіліп, әр желтоқсанда қайталанатын Matters d'Art көрсетілетін Шанель ательерінің ерекше шеберлігіне құрмет көрсету болып табылады. Бұл калердің өзінің өте табысты мансабы кезінде сән үйіне әкелген ерекше тұжырымдамаларының бірі. Коконың өзі жұмыс істеген Легас кестелеу, Гозес алтын бұйымдары, Лемар қауырсындар және Майсо Мишель бас киім тігу сияқты осы 26 шебер сыныбын құрметтеу бренд тарихы үшін өте құнды. Сән көрсетілімдерінің театрландырылған қойылымдары ретінде елестеткен Лагерфельд Елисей алаңындағы әрбір коллекция үшін таңдаған тақырыптарын мұқият жоспарлап өмірге енгізді. Нәтижесінде Шанель көрсетілімдері сән апталығының көп күтілетін және талқыланатын қойылымдарына айналды. 2002 жылы Шанель Америка құрама штаттарында сатылымын кеңейтуді жалғастырды. Желтоқсанға қарай брендтің Америка құрама штаттарында 25 бутигі жұмыс істеді. Сол жылы Шанель мен ең ірі сән тауарларының өндірушілердің бірі Hermes арасындағы бірігу туралы қауесеттер тарады. Бұл ақпарат айтарлықтай алаңдатушылық тудырды. Себебі мұндай бірігу әйгілі Moet Hennessy, Louis Vuitton мен бәсекелесетін ірі холдингтік компанияны құру мүмкін еді. Мүмкін сондықтан бірігу ешқашан жүзеге аспаған шығар. Жас тұтынушыларға ұнау үшін 2003 жылы Chanel Coco Mad Maisel хош иісі мен BCY жастар киім желісін ұсынды. Сол жылы Chanel Haute Couture брендінің танымалдылығы соншалықты артты. Сондықтан бренд Париждегі Rue Cambon көшесіндегі екінші бутик ашты. Азия нарығында кеңейгісі келетін Chanel Гонконгта 2400 шаршы метрлік бутигін ашты. Сонымен қатар Жапонияның Токио қаласында Гинза көшесінде $50 миллион бутик салынды. Карл Лагерфельд 2019 жылы 19 ақпанда қайтыс болғаннан кейін 1987 жылдан бері сән үйінде жұмыс істеп келе жатқан Virgin Viard креативті директор қызметін атқарды. Шанельде маңызды мансап құрған алдымен жоғарғы сән үйлестіруші, кейінірек Лагерфельдтің оң қолы ретінде жұмыс істеген. Виардты бас директор Ален Вертхаймер жаңа креативті директор деп жариялады. Ол оны Габриэль Шанель мен Карл Лагерфельдтің мұрасын жалғастыратын адам деп сипаттады. Круиз 2020 жылдың коллекциясымен алғашқы көрмесін ұсынған Виард сән үйінің мұрасын мүмкіндігінше жақсы жолмен жалғастыруға дайын. Бұл оның отбасының сән мен ұрпақтан ұрпаққа байланысы. Жылдар бойы Шанель дінақысын нығайтудағы рөл және француз стилін оңай бейнелеуі арқасында.
fasse mal, ça passe.